Грантқа түсем, жоғары ұпай жинаймын дейтін оқушылар міндетті түрде бұл есептерді шығара алуы қажет. Қазір бірге нұсқа талдайтын боламыз. Математикалық сауаттылықтан ОБТ-да келіп қалу өте жоғары есептер. Қарап үйреніп аламыз. Ең бірінші есеп, жеңіл есеп. Бұл жерде жаңағы фломастермен салынған суреттер саны қанша екенін тап деген. Бойылған суреттер 14 деп айтып тұр. 14. Одан кейін фломастермен салынғандар одан 8 артық деп тұр. Демек артық десек, яғни оған қарағанда көбірек деген сөз. Сонда 14-ке 8-ді қосасын 22 есеп шықты. Мінекей. Сонда С деген жауабымыз дұрыс екен бірінші есепте. Келесі екінші есепте қатынасқа байланысты берілген есеп. Бұл жерде қатынасын берілген, қорытпаның барлығын массасын берген, барлық салмағын берген. Енді бізге ішінен жаңа никельді тап деген. Ол үшін бүйтесіңдер, мінекей. Қатынастар берілген, яғни 3х дейсіңдер, 3х қосылған 4х қосылған 13х дейсіңдер да, қатынастары. Бәрін қоссақ 8 кг шығу керек. 8 кг шығу керек. Мінекей теңдеу дайын, осыны теңдеу шешсеңдер болды. Бәрін қоссаңдар 20х болады. 20х тең болады 8. Сосын 8-ді бөлесіңдер 20-ға. Х тең болады 0,4. Сосын бізде нені тап деді? Никельді тап дедім. Никель ол бірінші тұрған сан. Мінекей. Бірінші, яғни 3х. Мынау 3х осы никель. Яғни 3-ті көбейтесін х-ға. Х-іміз бізде 0,4-ке тең болды. Сонда екеуін көбейтсек 1,2 болады. Мінекей А деген жауабымыз бұл есепте дұрыс екен. Никельдің салмағы осылай. Немесе жаңа мырыштікін тап десе 14-ке көбейтесіңдер, күмістікін тап десе 13-ке көбейтесіңдер. Жаңа 0,4-та. Кеттік. Келесі есепте арифметикалық ортаға байланысты берілген есеп. Бұл жерде былай істейсіздер, барлығын қосасыңдар, яғни 7-ге қосасын 4-ті, қосасын 3-ті, қосасын 2-ні барлығын қосып, неше сан бар соншаға бөлесіңдер. 4 сан бар 4-ке бөлесіңдер. Барлығын қоссақ бізде шығады 16. 16-ны 4-ке бөлсек 4 шығады. Сонда 4 ұпай жинаған бізде мінекей берілгенде балауса деп тұр. Демек балауса деген жауабымыз дұрыс екен. Орташа ұпай балауса жинаған. Келесі есепте бізде графигі көрсетілген. 10 секундта жүрген қашықтығын анықтаңыз деген. Мінекей мына жерде жол, мынау уақыт көрсетіліп тұр. Енді мына жерде 10 секунд десе, міне 10 секундтың тұсына бүйтіп қарайтын болсақ, ол ровно тура 50 деген. 50 метрдің тұсына тұр. Демек ол 10 секундта 50 метр қозғалады дегенді білдіреді. Есеп бітті. Мінекей Д деген жауабымыз дұрыс екен. Келесі есепте соңғы цифрын табуымыз керек. Мынау алдына тұрған былай алып тастасақ болады, ол бізге керек емес, тек 7-сі ғана керек, соңғысы тұрған. Одан кейін 7 ол 7-нің 1 дәрежесі 7-ге тең, 7-нің 2 дәрежесі 49, 7-нің 3 дәрежесі бізде 3 дәрежесі 1,3 деген соңы аяқталатын сан. Сосын 7-нің 4 дәрежесі 7-ні 4 көбейтсең 1,2 соңы 1 деген сан шығады. Одан кейін 7-нің 5 дәрежесі 7-ні 5 рет көбейтесіңдер. Сосын соңы 7-мен аяқталатын сан шығады. Сосын 7-нің 6 дәрежесі есептік көрсеңдер соңы 3 дәрежемен аяқталады. 9 дәрежемен аяқталады. Байқап қарайтын болсаңдар, осы жерде 7, 9, 3, 1 деп 3 санда қайталанады. 7, 9, 3, 1 деп 4 санда қайталанады. Мінекей 4 санда қайталанса, мінекей 7, 9, 3, 1 деп, мына жерде 7-нің 7 дәрежесі тең болады. Ол соңы 3-пен аяқталатын сан шығады. 7-нің 8 дәрежесі ол соңы 1-мен аяқталатын. Мінекей 7, 9, 3, 1 деп қайта қайталанып жатыр. Сондықтан бізге соңғысы ғана керек, одан алдыңғы тұрғандар қажет емес. Сондықтан соңғысын аламыз. Енді 32-ні бөлетін едік. 4-ке 4 санда қайталанса 4-ке бөлеміз. 8 шығады, кәдімгі 32. Қалдығы 0 болады. 0 қалдық шықса, мынау соңғы тұрғанын алатын едік. 0 қалдық шықса қайталанатындардың ең соңғысын, яғни 1-мен аяқталады деген сөз. Келесі есепте бізде квадрат пішінде аулаға мынандай өлшемде, сосын 10 см, 30 см болатын тікбұрыш кафельдер төсеу керек. Аулаға қанша кафель төсеген анықтаңыз дейді. Ең бірінші, екеуін бірдей өлшем бірлікке келтіріп алуымыз керек. Екеуін бірдей өлшем бірлікке келтіретініміз, ауланың
өлшемі қандай? Қараңдар. Квадрат пішінде істеген сөз. Квадрат деген сөз ұзындығы мен ені екеуі бірдей. Ұзындығы мен ені бірдей. Деген сөз 36 болса ұзындығы мен ені. Онда ауданы 36 болса, оның несі қанша? Ұзындығы мен ені екеуі бірдей санын көбейткен кезде 36 шығу керек. Әрине ол 6 болады, дұрыс па? 6 метр. Енді шілей қатты көп мидың қажет жоқ, енді 6 болып табудың. Түсіндірме, аудан 36, демек оның қабырғасы 6-ға тең болады. Оны қандай формуламен? А квадрат деген квадраттың ауданын табатын формула А квадратта 36-ға тең. Сонда амыз неге тең болады? Амыз 6-ға тең болады. Осыдан 6-ны таптық. Или бүйтсек те болады мынау. А-ның квадраты 36 ол 6-ның квадраты, квадрат пен квадрат жойылып, амыз 6-ға тең болды. 6-ны қайдан таптыңыз дейтін оқушылар болады. Соларға көрсетіп жатқам. Ендігі мәселе 6 метр болса, енді ауданын қалай табамыз? Метрмен таба салайық. Просто метр квадратты сантиметр квадратқа көп оқушылар айналдыра алмайды. Сондықтан метрді бізде көбісі білет деп ойлаймын. Енді 1 метрде 100 сантиметр бар екен. 100 сантиметр бар екен. 1 метрде бұл жаттап алатын зат. 1 метрде 100 сантиметр бар. Сонда 6 метрде неше сантиметр бар? 6 метрде ол 600 сантиметр болады. 6 метрде 600 сантиметр. Бірден метр квадратты сантиметр квадратқа айналдыруға болады, бірақ оны көбісі қателеседі. Шатасып кетуі мүмкін. Сондықтан бүйтіп түсінікті етіп, мына 600-ді 600-ге көбейтеміз. Міне 600-ді көбейтеміз 600-ге тең 36, одан кейін 0, 0, 0, 0-дерін тіркейміз. Осынша сантиметр квадрат болады. Сонда енді анау бір кафельдің, біздің мына жерге аула қоятын әр бір кафельдің ауданын табайық. Мынау бізде ауланың ауданы болды, аула. Ауланың ауданы енді бір кафель. Бір кафель дейік қой. Кафель. Кафельдің ауданын табуымыз үшін не істейміз? 10-ға көбейтеміз. 10-ға көбейтеміз. 30-ды тең 300 болады. Сонда 300 сантиметр квадрат. Енді неше кафель кететінін табуымыз үшін не істейміз? Неше кафель кететінін табуымыз үшін біз не істейміз? Екеуі де бірдей өлшем бірлікке келтірдік. Енді анау ауланың ауданын бізде мынанша болды. 360 мың сантиметр квадрат. Одан кейін оны бөлеміз 300 сантиметр квадратқа. Сол кезде неше кафель кететіні шығады. Мына 2-0 мен 2-0 1200 шығады. 1200 кафель кетеді деген сөз. Сонда Д деген жауабымыз дұрыс екен. Мынау бір кафельдің ауданы. Жерге кафель деген андай бүйтіп қоятын не ғой, кішкентай. Иә? Ауланың ауданы кафельдің ауданына бөлдік, неше шығатын кетті, табылды. Кет 7-ші есеп. 7-ші есепте бізде осыған ұқсас есептер роботы үнемі келіп жатады. Мінекей бір стойка, қараңдар. Стойка 4 метр дейді, міне 4 клетка дейді, міне 1, 2, 3, 4 клетка. Одан кейін арасы біраз бар енді. Арасы бар, өздерің алсаңдар болады. Любой қашықтықты алсаңдар болады. Мінекей мынау суреттегідей алайық. Мына жерден алайын болсақ, 2 метр дейді. Оны 2 клетка дейік. 2 метр болса, міне 2 клетка. Ендігі мәселе соған шатыр. Енді соған шатыр бұлай. Шатыр қойдық, мінекей. Сызғышпен сызып, сөйтсіздер болады. Енді мен шамалап сыза салдым. Енді бізге табу керек, мына ортасындағы стойкасын табу керек. Ортаңғы нені табуымыз керек, мінекей. Мынау қанша дейді. Мына жер, мына әр клетка 1 метрден болса, мынау 4 метр. Мынау 2 метр. 2 метр. Мынау ортасы да. Ортасы, мына екеуін қосып 2-ге бөлсек, осы ортасы шығады. Ортаңғысын тап десе, осыған ұқсас есеп берілетін болса, мынау ортасын табу керек болса, бізде мына екеуін қосып 2-ге бөлесіңдер, дәл ортасы шығады. Яғни 4-ке қосасын 2-ні және 2-ге бөлесін. Сол кезде 3 шығады. Мінекей, бұлайша да 3 клетка болып тұр, қараңдар. Өзі 3 клетка болып тұр. Д деген жауабымыз дұрыс екен.
Бұл ереже жаттап алыңдар, иә. Кеттік. Келесі бастапқы қаңылтырдың ұзындығын табыңыз деген. Бастапқы қаңылтырдың ұзындығы мынаның көлемі. Мынаның қырқып, мынандай зат құрастырған екен бұл жерде. Ендігі мәселе, мына жер 2 сантиметрден екен белгілі. Нені табуымыз керек? Мынаның көлемін табатын болсақ, көлем табатын формула бізде қандай? Ұзындығын, енін және биіктігін көбейтеміз. Ұзындығын, енін және биіктігін. Тікбұрышты параллелепипед пайда болады екен. Мынау бастапқы бұл шаршы екен. Шаршы дегеніміз барлық қабырғасы бірдей. Мына жағы мен мына жағының ұзындығы бірдей. Мысалы, мына жақ 10 сантиметр болса, мына жағда 10 сантиметр деген секілді екеуінің ұзындығы бірдей болады. Ендігі мәселе бізде осыдан мынандай фигура құрастырған кезде, мына куб сияқты болып тұр, негізі куб емес, тікбұрышты параллелепипед деген жаңағы коробка сияқты біреу ұзын сондай фигура шығады. Енді былай, мынаны бетесін, мына жер белгісіз, бізде қанша екені белгісіз осы жердің ұзындығы. Бірақ мына жер 2 сантиметр деген, мына жер 2 сантиметр, мына жер 2 сантиметр. Мына жер білмейміз қанша екен. Мына жерінде білмейміз қанша екен. Бұл тура мына жермен мына жеріне сәйкес келіп тұр. Мынаны былай айтсайықшы. Мына жермен мына жеріне сәйкес келіп тұр. Екеуі бірдей ұзындығы. Екеуі де белгісіз. Мынау 2, мына жер 2. Мынау x дегеніміз мына екеуі бірдей. Мына тура осыған сәйкес келіп тұр. Енді мынау биіктігі 2 сантиметр болады. Мына жеріміз, мынау биіктігі 2 сантиметр. Мынамен бірдей болады биіктігі. Мына төбесі ашық деген, сосын мынаның төбесі ашық, мына жері ашық мынаның. Сөйтіп құрастырған, мынандай фигура құрастырған, сәл елестете аласыңдар деген ойдамын. Енді мынау биіктігі бізде 2. Биіктігі 2-ге тең, мынамен бірдей болады. Мынаны былай құрастырған кезде. Ендігі мәселе, көлемді табатын формула бізде қандай? Көлемді табатын формула ол ұзындығын, енін және биіктігін бәрін үшеуін көбейтеміз. Енді бізде ұзындығы мен ені екеуі бірдей болып тұр. X, яғни X-қа көбейтесін X-ті, мына екеуі А мен Б-ның орнында тұр. Одан кейін биіктігі бізде 2 болып тұр. Бәрін көбейткен кезде сол кезде көлем 32 сантиметр болады дейді. 32 сантиметр. болады. Енді мынау 2 мына бетке бөлу барады. Сол кезде x көбейтілген x тең 32-ні 2-ке бөлесін, ол 16 шығады. X-ға x-ті көбейтсең, қандай санды көбейтсең 16 шығады деп кішкене ойланасыңдар. Немесе x квадрат тең 16 ол 4-тің квадраты ғой, мына квадрат пен квадрат кетті, x тең сонда 4-ке тең болды. Сонда мына жердің x-тің ұзындығы бізде 4 екен. X тең 4 деп қояйық. X тең 4. X-іміз 4-ке тең болса, бастапқы бізде мынаның қаңылтырдың ұзындығын тап деп тұр. Мына жерде бізде бастапқы қаңылтырдың ұзындығы. Оны табуымыз үшін, мінекей, мына жермен бірдей болады. Мына жер 2, 4, мына жер 2 еді, мына жеріміз 4 шықты, мына жеріміз. Сонда общий 2-ге қосамыз, 4-ті қосамыз 2-ні, тең бізде 8 шығады. Сонда бастапқы қаңылтырдың ұзындығы бізде 8-ге тең екен. Мінекей түсінікті болды деген ойдамын. Жауаппен де тауып алсыңдар болады шамалы. Қайсы сәйкес келеді екен деп бүйтіп. Просто елестетулерің керек и көлемді табатын формуланы білулерің керек. Қайсы ұзындық, қайсы ен, қайсы биіктік болады деген секілді. Мына формуланың мән мағынасын түсінулерің керек. Сол кезде есеп жеңіл ғана шығады. Кеттік. Келесі пайызға байланысты есеп. Бұл жерде 25%-ға қымбаттаған, одан кейін 10%-ға арзандаған. Бағасы белгісіз қандай да бір зат. Енді холодильник деген жер, холодильник. Оны мұздатқыш, тоңазытқыш. Мынаны көбейтесін. Бізде қараңдар, бағасы 25%-ға қымбаттады деген сөз 100%-дық баға, үстіне 25% қосылады дегенді білдіреді. Ол сонда 125%-бен сатылады. Сонда 25%-ды 10-дық бөлшекке айналдыратын болса, ол 1/125 болады. Одан кейін новый баға шықты, соны 100% дейміз да, ол 10%-ға арзандаған.
10%-ға арзандаған, сол кезде 90% болған. 90%-ды ол 10-дық бөлшекпен жасасақ 0,90 болады. Енді бізде халайдың бағасын білмейміз, кез келген халайдың бағасын қойсаңдар болады өздерің, немесе бүйтіп x деп аласыңдар болады. Сосын 1,25-ке, мына бұл 25% қымбаттады деген сөз. Қандай да бір заттың бағасын қанша екенін білмейміз, сол 0,25-ке қымбаттады, одан кейін 10%-ға арзандады деген мына санға көбейтеміз. Сол шыққан санды 0,90-ға ол 10%-ға арзандады дегенді білдіреді. Сол кезде уже бізде не болады? Новый зат, новый пайыз болады, яғни бастапқымен салыстырған кезде тоңазытқыштың соңғы бағасы неше процентке артқанын тап деп тұр. Енді оны табуымыз үшін мына екеуін көбейтсеңдер болады, бірден шығады ғой. Мына екеуін көбейтсеңдер бізде 1,125 деген сан шығады. Бұл не деген сөз? Пайызбен алатынсақ, бұны пайызбен алатын болсақ 1,125 деген санды пайызбен алсақ, бұл 112,5% дегенді білдіреді. Бұл бастапқымен салыстырған кезде сонда неше пайызға артты? Бастапқы баға бізде 100% болатын болса, сол 100%-дан азайтасын, керісінше 112,5-ті азайтасын 100%-дан, бастапқы баған осынша пайыздан азайтасын 100%-ды. Бізге қанша пайызға қымбаттады, соны тап деп тұр ғой, сондықтан 100-ден алып тастайсыңдар. Сол кезде жаңа 12,5 шығады. Міне осынша пайызға қымбаттады. Мынау үстіндегі 100-дің үстіндегі пайызы 12,5 ғой, сол 12,5%-ға қымбаттаған екен. Окей, болды. Есеп шықты, көрдіңдер ме? Мына екеуінің пайызын көбейттік. Сол кезде жаңағы бастапқымен салыстырған кездегі пайызы міне бөлшекпен тұр. Бөлшекпен бүйтіп бірден тауып алсыңдар болады. Міне мынау ұқсайды ғой мынау деп. Келесі ауданға байланысты берілген есеп үнемі ОБТ-да келетін тақырып. Бұл тақырыпты міндетті түрде меңгерулерің қажет. Енді бұл жерде 5 фигура берілген, 5 аймақ берілген. Мынау бірінші аймақ, екінші аймақ, үшінші аймақ, төртінші аймақ, бесінші аймақ. Бесеуіне бөлек-бөлек аудандарын тауып шығатын боламыз. Бұл жерде енді бірінші формулаларды білулерің қажет. Бірінші фигураны аудан табатын болсақ, бірінші фигура S, или төртінші фигураны аудан табайық. Бірінші тік бұрышты төрт бұрыштың ауданын табатын формула, мінекей ұзындығы мен енін көбейтесін. Ауданы шығады. Ұзындығы мен енін көбейтсең, яғни ұзындығы мен жерде 2,5 деген, 2,5-ті көбейтесін 3,5-ке. Екеуін көбейтсең, бізде шығады қанша? Бізде шығады, қазір қарап жіберейік. Бізде шығады 8,175 деген сан шығады. Төртінші фигураның ауданы. Ұзындығы мен енін көбейтесін. Формуласы, яғни S тең A көбейтілген B. Ұзындығы мен енін көбейтесін аудан шығады. Енді мына фигураның ауданын табайық, қараңдар. Мына бөлменің. Енді бұл есеп бойынша бөлмеп тұр. Мынау фигура бізде тікбұрыш, үшбұрыш. Тікбұрыш, үшбұрыштың ауданын табатын формула, ол тікбұрыш, төртбұрыштың тура жартысы да, қараңдар, мына бүйтіп қарасыңдар. Тура жартысы тікбұрыш, төртбұрыштың. Дұрыс па? Просто жартысын алып тастаған. Сондықтан тікбұрыш, үшбұрыштың ауданын табатын формула А көбейтілген Б бөлінген 2 болады. Мінекей. Мына жерде А мен Б берілген. Мынау А, мынау Б. 2 катеті. Сонда бұл S1 дейік. Сонда 4-ке көбейтесін 4-ті және бөлесін 2-ке. 16-ны 2-ке бөлсек 8. Бірінші фигураның 8 екен. Енді мына фигуранкін тауып берейік. Екінші фигураның ауданын тауып үшін мынаны біз 2-ке бөліп аламыз. Екеуін бөліп ауданын табамыз. Екінші фигураның ауданын тапсақ, мынаны бөлек, яғни ұзындығы 4, мына жер 3. 4-ке 3-ті көбейтсең, мына екінші бөлменің бір бөлігінің ауданы шығады мына жерде. Яғни 12. 4-ке 3-ті көбейтсең 12 деп бірден жаза салайын, енді көбейту білетін жүрсің. Қосылған, енді мына кішкентай бөлігінің ауданын бөлек табам. Бұл жер бізде мына жер 2-ге тең деген, бір жағы 1 болады мынау. Мына жер 3 қой. Мына 3-тен 4-тен 3 тасытсаң, мына жер 1 болады. 2-ге 1-ді көбейтсең, осы жерінің ауданы шығады.
яғни ол 2-ке тең болады. Сонда общий 14 болды екінші бөлменің ауданы. Аймақтар, екінші аймақтың ауданы. Ендігі мәселе мынау дөңгелектің ауданын табайық. Дөңгелек аймақтың ауданын табатын болсақ, бізде радиусы қаншаға тең болады? Радиусы бізде 2-ке тең болады. Мынау былай общий ұзындығы 4 деген, демек радиусы 2-ке тең болады. Дөңгелектің аудан табатын формула, дөңгелек фигуралардың аудан табатын формула πr квадрат. Пиіміз 3/14-ке тең деген. Бұл бізде үшінші аймақ. Сонда пиіміз 3/14-ке көбейтесін 2-нің квадратын. 2-ні квадраттасақ 4, 4-ті көбейтесін 3/14-ке 12/56 шығады үшінші аймақтыққа. Ендігі мәселе мынау 5-ші аймақтықын табамыз. 5-ші аймақтың ауданын табатын болсақ, бұл дөңгелектің, бұл бүйтіп дөңгелек деп былайынан полный сызатын болсақ, соны 4-ке бөлсек, соның бір бөлігі, мына былайынан 4-ке бөлсек, соның бір бөлігі ғана, дұрыс па? Демек бұл жерде не істейміз? Бұны полный дөңгелек деп ойлаймыз да. Радиус сонда 3-ке тең болады. Мінекей 3 деп қойған, радиус 3-ке тең. Сонда кәдімгі аудан табатын формула πr квадрат қой. Сонымен тауып, соны 4-ке бөлсек, сол кезде бізге керек бөлігінің ауданы шығады. Сонда пиіміз бізде 3/14-ке тең. 3/14-ті көбейтесін радиус бізде 3-ке тең. 3-тің квадраттаймыз, енді бөлеміз 4-ке. Сол кезде бұл бөлменің ауданы шығады 7/1065 деген сан шығады екен. Енді бізге үлкен ауданы, үлкені қайсы, соны тап деді ғой бізде. Ең үлкені сонда бізде екінші аймақ болып тұр. Мінекей 14 болып тұр, 14-ке жететін басқа сандар жоқ болып тұр. Сондықтан ең үлкені міне екінші аймақ. С деген жауабымыз дұрыс екен. Кәдімгі бір есепті шығаруымыз үшін 3 формуланы кәдімгідей білуіміз керек екен. Формулалардың еще мағынасын түсінуіміз керек екен. Бұл жерде күшті мощный құрастырған екен. Кім құрастырса да әдемі есеп. Кеттік. Осымен бізде есептер легі аяқталды, пайдалы болды деген ойдамын. Егер математикалық сауаттылықтан осындай есептердің барлығын түсінгің келсе, кейбір есептер мүмкін түсініксіз болып қалған шығар, түсінгің келсе, онда бізде курс бар, 0-ден бастап үйретеміз. 2 айда ОБД-да келетін барлық тақырыпты үйретіп шығамыз. Біздің курс жөнінде толық ақпарат алу үшін біздің инстаграмға жазсаңдар болады, ол obt.мектебі, немесе WhatsApp-қа жазсаңдар болады. WhatsApp номер бізде мінекей мынау. +7 707 246 48 96. Мінекей осы номерге жазып, біздің курс жайында толық ақпарат алсаңдар болады. Курстың өзі 2 ай, соны бөліп төлесеңдер де болады. 1 айға бөлек, 2 айға бөлек деген секілді. Бағасы өте қолайлы. Қазіргі кезде енді бұл өзгеруі мүмкін. Қазір 1 айға 14 теңгелік пакет бар, 1 айға 25 теңгелік, 1 айға 32 теңгелік, 3 түрлі пакет бар. Қайсысы ыңғайлы, сонымен оқысаңдар болады. Мінекей мына көрсетілген номерге жазамыз.